Атырауда қыркүйекте 11 жастағы қыздарды вакцинациялау басталады. Аталған медициналық процедура оқушы қыздардың ата-анасының рұқсатымен ғана жүзеге асады. Екпе адам папиллома вирусына қарсы салынбақ. Дәрігерлердің айтуынша бұл вакцина жатыр мойны обырынан сақтануға көмектеседі. Жатыр мойын қатерлі ісігі 99% жағдайда адам папиллома вирусынан қоздырғыш болып табылады. Жатыр мойын қатерлі ісігінің бізде жүргізілетін скринингтік бағдарлама 2008 жылдан бері, бірақ ол бағдарламада біздер ерте анықтау мақсатында жүргізіледі скрининг. Ал жатыр мойынның қатерлі ісігін вакцинациялау жүргізілетін жобамыз ол скринингтегі обследованиеге бірінші, екінші стадияға жеткізбей ауруды алдын алу мақсатында жүргізілетін вакцинация. 2012-2013 жылдары бұл екпе облыста пилоттық жоба аясында егілген. Мамандардың сөзінше, сол кезде вакцина салдырған азаматтардан ауру белгілері анықталмапты. Ресми мәліметке сүйенсек, өңірде 560 әйел жатыр мойны обырына шалдыққан. Соның 56-сы соңғы 6 айда тіркелген. Былтыр осы аурудан 24 азамат қайтыс болыпты. Нұрбибі Теміртасова, Әділхан Сайнеденов, Каспия Ньюс.